Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Кешкі сағат 6 болыпты. 12, 13, 14 сағат әлі келе жатырмыз. Шөптің жаңа. Сіз артынан шығмасаңыз. Міне достар, бұйырса шөпті де алып келдік. Аман есен жеттік. Амаз. Қалай жағдай? Міне достар, кеше сағат 4-те, кешкі 4-те. Кешкі 4-те Бақанастан шыққанбыз. Бақанастан келе жатыр, бұл рулон шөптер. Бақанастан алып келе жатырмыз. Кешкі сағат 4-те шықты, қазір кешкі сағат 7, 12, 7, 4, 5, 6, 7, 3 сағат, 12 сағат, 15 сағатта келдік. 15 сағатта міне. Әрең дегенде жеттік қыстауға. Теңселіп, кәдімгідей қисайып келді. Алып келеді бір жаққа қаратай қиын болды. Енді Алла қалап енді ақыр аман есен келдік. Анау жинап қойған шөбіміз, мынау енді жоңышқа, рулон. Бас деген ауырып кетті. Ауырмаңыздар достар, сақтанып жүріңіздер. Жалпы. Осылай достар, сіздерде қалай болып жатыр шөптің жағдайы? Биыл шөп қиын. Сонымен достар, сіздерде шөп қалай болып жатыр? Шөптің жағдайы биыл қиын, қуаңшылық барлық жерде. Қуаңшылық болып жатыр. Барынша шөпті таптық енді. Ауып әрең тұр міне. Былтыр 15 телешкі шыққан жерден 3 телешкі шықты. Ол 3 телешкі жетпейді қысқа. Қыстың қамын жаз ойла демекші. Міне өзіміздің шабыстан шыққан шөп. 3 телешкі. Ал достар, шөптеріңіз көп болсын. Тағы да түсіремін қазір жинаған кезде. Қаш, бір-екеу құлай берсінші. Подозревать етіп тұрғанша. Оппа. Бұны сразу ан жаққа домалатасың бір. Кетті домалап. Тағы бір-екеу құлатайын. Құлатыңыз. Иә. Өйткені қорқып жүргенше бір ғой, бірақ кетсін. Анау бастысында құлатыпсы. Басты құлатса болды, қалған қорқыныш жоқ. Бұл қорқынышты қазір адам біреуіміз майып болып қаламыз. Жеңілдесін мәшіне. Жігіттер бейтіндер, тота. Иә. Тота анағыда. Сені қалап қалып үстіне ұры лақтым. Мына апасыны кетсе, қалған өзіміз реттей береміз соң кейін. Болды. Болды, анағын, мұнай шөбін жібере сал, бе. Жетере саламыз. Одан кейсін өзіміз ретте боламыз. Бір неге 10 не түседі екен ғой сол кезде, 4 өзден көрседі. Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Біз мені енді түнде келіп кеше шөпті жинадық. Түске дейін жоңышқа, рулон. Қазір мына жерде бір 80-дей рулон бар. 80-дей болады мөлшер. Аржанда 2 машина каспсаттырымен 2 телешкі шөп, жай шөп, жоңышқа міне. Кішкене арасында қамыс бар екен. Бұған да тәуба шүкір, өйткені биыл қуаңшылықтың орын алып тұрған жағдайы бар. Шөп жоқ, шөп мәз емес. 15 телешкі шөп алып жүрген жерден 3 телешкі шықты. Сонымен амалдың жоғынан осындай рулон алдық. Бұның өзінің ауылдың өзі бір жыр болды. Былайша айтқан кезде.
басында 8.000 теңгеден келіп еді, одан кейін сатушылар бағаны көбейтіп, яғни полядағы кісілер, өздерінің полядағы адамдар бағаны көбейтіп, бір рулон 9.500 теңгеге келді Бақанастан. 15 сағаттық жолмен, КамАЗбен келді. Ол жақта былайша айтқан кезде ажиотаж болып жатыр қазіргі таңда. Шөп жоқ, елдің бәрі. Шөптің жағдайы, мәселесі қиын болып тұр. Тағы да ол жақта Қытайлар келіп алып жатыр екен Бақанастан. Кәдімгі Қытайдың ішінен келіп алып жатыр екен. Қытайдың ішінен келіп, шекарадан КамАЗға басып, Қытайдың ішіне әкеліп жатыр екен. Яғни Қытайда да шөп жоқ деген сөз. Енді осы жерде айта кететін жағдайым, Қытайға сатпаңыздар. Өзіміздің қазақ бауырларға сатыңыздар. Өзіміздің қазақ бауырлар алсын, 10.000 теңге болса да, 11.000 теңге болса да. Сондықтан шөп сатып атқан ағайын қазақтарға сатыңыздар. Өз-өзімізді асырайық. Бұл қиыншылықтан өз-өзімізбен бірігіп, бірлікпен жұмыла көтерген жүк жеңілдей отырып шығайық. Қыстың қамы. Қысқа енді осылай тәуекел етіп отырмыз ағайын. Баршаңызға сәттілік, баршаңызға табыс тілеймін. Қыстан аман есен шығыңыздар. Шөптеріңіз көп болсын, мал бастарыңыз аман болсын. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Бізде осы